Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге хачапури алимаша рецептімен бөлісетін боламын. Хачапури негізінде өте көп түрі бар, жасалу жолдары бар. Мен сіздерге оның ішіндегі ең дәмдісін, ең ерекшелігі, яғни өзімнің кішігірім авторлық рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер маған подписация етілмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписация етіп қойыңыздар. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар: ұн, сүт, май, бір жұмыртқа, жарты қасық тұз, и қант, дрожж и майонез. Майонезімізді қамырымызы жұмсақ болу үшін салатын боламыз. Бірінші сүтімізге майымызды салып, сүтті жылытып, сүт жылған кезде майымыз ериді, яғни майымызды ерітіп алу керекпіз. Сүт қатты ыстық болмау керек, тек қана жылы болу керек. Жылыған сүтімізге, сүт пен майымызға майонезді саламыз. Жұмыртқамызды жарып саламыз. Қант пен тұзымызды салып, и дрожжымызды салып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Жұмыртқамыз, майонезіміз, қантымыз, тұзымыз бәрі еру керек, бәрі бірдей масса болу керек. Сол себептен жақсылап араластырғаннан кейін, бірдей масса болғаннан кейін барып, ыдысымыздың крышкасын жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін біздің дрожжымыз көтерілетін болады. Дрожжбен бірге қант салғандықтан дрожжымыз 5 минутта көп ішіп көтерілетін болады. Міне қыздар, 5 минутта ашып жатырмын. Уже менің дрожжым көтерілген. Енді ұн салып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып илеу керек, сол себептен қамырымыз қолымызға жабысатын болады. Қолымызға жабыспас үшін сұйық майды сеуіп, тағы да осы сұйық маймен басатын боламыз. Сол кезде қамырымыз ыдысымызға басқан кезде қолымызға жабыспайтын болады. И қамырымыз өте жұмсақ болып иленетін болады. Ашытқан қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа көтерілу үшін қойып қоятын боламыз. Менің қамырым 15 минутта ашыды. Енді тағы да сұйық май сеуіп, тағы да бір рет басып, енді тез көтерілетін болады. Бір 10 минутқа тағы да бір көтерілуге қойып қоятын боламыз. Қарап тұрғандарыңызда қамырымыз өте жұмсақ болса да, егерде сұйық маймен басатын болсаңыздар, ыдыстарыңызға да, қолдарыңызға да жабыспайтын болады қамырларыңыз.
Екінші рет қамырымыз көтерілді. Енді салмасын дайындайтын боламыз қамырымыздың. Салмасына керек заттар: сыр, теркадан өткізіп алғанмын, майонез, 2 жұмыртқа и шұжық. Шұжықты 4/5 қылып турап алдым. 1 қасық майонезімізге сырымыздың жартысын и шұжығымыздың жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ковригімізге сұйық майды сеуіп, ашқан қамырымызды салып, 2-ге бөліп аламыз, бірдей қылып. Бөлінген бір қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды сопақтау қылып жаямыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың қылып емес, тура видеодағындай жайып алатын боламыз. Хачапуримнің ішіне майонез жағатын болам, тек біреуіне ғана, екіншісіне майонез бұлай түгел жақпайтын болам. Бұның бәрі өз қалауларыңызбен жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. Салмамыздың ішінде негізінде майонез бар, сол себептен майонез жақпай қойсаңыздар да болады. Тура видеодағындай салманы салып шығамыз, осылай қамырдың екі жағына. Салмамызды салып болғаннан кейін тура видеодағындай екі жағын, яғни салма тұрған жерін орап шығамыз. Ішке қайтара отырып үстіп орайтын боламыз. Қаттырақ орау керек, ашылып кетпеу керек, себебі бұл дрожж салынған қамыр болғаннан кейін бұл көтеріліп ашитын болады. Біздің салма тұрған қамырымыз ашылып кетпеу керек. Сол себептен осылай жақсылап орап шығамыз. Қамырымыздың екінші жағында тура қалай бірінші жағын бүктік, тура солай екінші жағында бүгіп шығамыз. Енді біздің пешіміз қызып тұру керек. Қызып тұрған пеште 200 градуста хачапуримыздың бетіне жұмыртқа жағып, бір 15-20 минут пісіріп аламыз. Егерде қалауларыңызбен бұлда жұмыртқа жартылай піскенін қаласаңыздар, ортасына жұмыртқа салатын боламыз, онда 2-3 минутқа салып алсаңыздар болады. Егерде мен сияқты жұмыртқа толығырақ піскенін қаласаңыздар, онда 5 минутқа салып алсаңыздар болады пешке. Оның бәрі әрине өз қалауларыңызбен.
Жұмыртқамызды салып пешке жібердім. Бірінші қамырымыз, енді екінші қамырымызды жаятын боламыз. Мен сразу пергаментке жайын деп жатырмын. Екінші қамырымды пергаментке жайып алдым. Осылай тура бірінші қамыр сияқты жұқалықта осылай соппақ қылып, енді салмасын салатын боламын. Бірінші қамыр сияқты майонез түгел жақпайтын боламын. Тек қана салманы салып шығам. Екі шетіне болды. Салма салынғаннан кейін тура бірінші хачапури сияқты бұл қамырды да тура солай екі жанын бөгіп шығатын боламыз. Қалай бүккенімді сіздерге жақыннан көрсетіп жатырмын. Қарап отырсаңыздар, мен қаттырақ қысып бүгіп жатырмын. Осылай қаттырақ қысып бүксеңіздер, сіздердің қамырларыңыз ашылып кетпейтін болады. Тағы да қайталап айтып кетем, бұл ашытылған қамыр болғандықтан, ішінде дрожь болғандықтан бұл ісініп ашитын болады. Сол себептен ашылып кетуі мүмкін. Осылай қаттырақ қысып бүккендеріңіз дұрыс, сол кезде сіздердің қамырларыңыздың екі жағы ашылып кетпейтін болады. Бетіне жұмыртқа жағып, тура жаңа бірінші хачапурimiz сияқты қызып тұрған 200 градустағы пешімізге 15-20 минут пісіріп аламыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да 5 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің хачапурimiz дайын болды, қыздар. Өте дәмді болады, прям өте дәмді болады. Ыстықта жесеңіздер, сондай сүйсініп жейтін боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасап беріп көріңіздер балаларыңызға, отбасыларыңызға. Сіздердің бір сүйікті тіске басарларыңыздың бірі болатынына сенімдімін. Егер де осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер. Лайк қойып кетіңіздер, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.